Сәлем достар, бүгін біз ерекше дәмді пирог красный бархатты әзірлейтін боламыз. Ол үшін 150 грамм салқын сары майға 300 грамм ұнды қосып, қолмен крошки жасап аламыз. Видеода көрсетілгендей ұн мен майды жақсылап біріктіреміз. Енді құрғақ қоспаларымызды қосамыз. 100 грамм қантты саламыз және 1 шай қасық қамыр қопсытқышты, 1,5 шай қасық какаоны салып, осы құрғақ қоспаларды жақсылап біріктіреміз. Ендігі кезекте 1 жұмыртқамызды саламыз және 1,5 шай қасық кондитерлік сұйық бояуды қосамыз. Енді осылардың барлығын біріктіріп, жақсылап қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болған соң, қамырды екіге бөліп аламыз. Бір бөлігі екінші бөлігінен шамалы аздау болады. Қамырларыңыз 600 грамм болса, бір бөлігін 400 грамм, бір бөлігін 200 грамм қылып бөліп аламыз. Үлкен бөлікті бетін жауып ыдысқа салып қоя тұрамыз. Ал қамырдың екінші кішкентай бөлігін 1 сағатқа, 1,5 сағатқа мұздатқышқа салып қатырып аламыз. Қамырымыз қатып дайын болған соң, енді үлкен бөлік қамырды алып, осылай пергамент қағазына жайып аламыз. Бірінші қолмен, одан соң оқтаумен жұқалап жаямыз. Енді қамырды формамызға салып аламыз. Жақсылап жиектерін барлығын бірдейлеп, бір тегіс етіп аламыз. Енді кезекте салмасын әзірлейміз. Ол үшін бізге 500 грамм творожный сыр қажет болады, 150 грамм қант және 1 жұмыртқаны салып, біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Енді қамырымыздың үстіне құйып шығамыз. Бетін қасықпен тегістейміз және екінші бөліктегі қамырды алып, осылай видеода көрсетілгендей теркадан өткізіп аламыз. Барлық бетіне бірдей қылып жайып шығамыз. Енді алдын ала қызып тұрған пешке салып, 170-180 градуста 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Біздің осындай дәмді пирогымыз дайын болды. Назарларыңызға рахмет. Алдағы видеоларды жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп алыңыз.